Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру мақсатында Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Түркістан облысы бойынша департаменті жанынан құрылған ақпараттық ағартушылық штабының төрағасы Ерлан Тұңғышбаев Келес ауданы әкімдігінің мәжіліс залында жиын өткізді. Онда әкімдік қызметкерлері мен ауыл әкімдеріне ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Келелі жиынның негізгі мақсаты әділдік, ашықтық туралы құндылықтарын ел ішінде кең көлемде насихаттау арқылы ел азаматтарының бойына адалдық қасиеттерін дарыту және сыбайлас жемқорлықтың көріністерінің алдын алу. Бөлім басшылары және ауылдық округ әкімдерімен жүздескен Ерлан Икрамұлы бармақ басса көз қысу әрекеттердің жолын кесу мақсатында агенттікпен атқарылып жатқан ауқымды жұмыстарға тоқталып, өткен жылдың 6 қазаны күні мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қол қойған Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңына енгізілген жаңашылдықтармен таныстырды. Сондай-ақ, бұдан былай азаматтық кодексте мемлекеттік қызметшілерге кез келген құнды сыйлықтарды сыйға тартуға тыйым салынғаны туралы ақпарат беріп, жиынға қатысушыларды пара алу, пара ұсыну, делдалдық ету сынды парақорлық әрекеттерден аулақ болуға шақырды.